Сәлем достар, бүгін бізде молочная девочка торта. Бізге ол үшін керек сгущенка және 3 жұмыртқа немесе 4 жұмыртқа қоссаңыздар болады. Мен сгущенканың мына түрін алдым. Рецепт, в общем, рецепт по-домашнему болады қазір. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп отырыңыздар. Достар, міндетті түрде разрыхлителге мән береміз. Менде қазір үйде бар разрыхлитель осы екен. В общем, осымен жасай беремін. Негізі бұл емес, басқа түрін алатын тұғымын. Ол 12 грамм, мынау 10 грамм екен. Жалпы осындай масса шығу керек. Қазір бұған ұн саламыз. Ұн салып, жақсылап араластырамыз. Миксердің көмегімен істесеңіздер де болады. Негізі болмаса, осындай венчикпен де істесеңіздер болады. Бұл молочная девочка деген өте нәзік торт. Және ешқандай капризный емес бұл. Бірақ күшті, дәмі вообще күшті. Айтпақшы достар, мен 2 бол жұмыртқа, қолдың жұмыртқасы. Сондықтан цветосный зат болып тұр. Достар, сосын міндетті түрде қағазына мән беру керек, яғни пергамент қағазына мән беруіміз керек. Мендегі бұл пергамент бумагасы Таплан деген фирманікі. Неге Таплан деген фирманікі өте тамаша, бұған ешқандай жатыспайды, қайтып тұрсыздар ғой, бір нәрселер сапасы керемет. Өзімізге керек міндетті қырып аламыз. Және жандайын болған тестамызды қиып аламыз. Және осындай кондитерский пышақ болса, кондитерский пышақпен міндетті түрде осылай айналдырып жасап шығамыз. Осылай біз бірнеше қағазлап жайып аламыз. Бізден негізі 7 қор шықса вообще тамаша болады, но мен көбінесе 5 я 6 шығарамын. Осылай толықтай жайып аламыз. Неде бұл өте үлкен болып шығады. Біздің семьяға осы болады.
осындай етіп қызартып пісіріп аласыздар, және келесін саламыз. Креміне осындай сметана 20%. Осы сметанамен крем жасаймыз. Сметанаға кішкене болсын не қосамыз. Құмшекер қосамыз. Короче, менде осы 2 сметана. Осы 2 сметананы қосып, крем жасаймын. Құмшекер қосып жіберемін и все. Торттың арасына соны жағамын. Сосын мынандай сатып алғанмын, готовы 250 теңге тұрады. Тортқа оформлениеға қосуға. Бұл бізде кремнің қатқан түрі ғой, белковый кремнің қатқан түрі. Қатырып қойғанда осылай қолдануға болады. Әдемі крем шықты. Мен бұған кішкене ғана құмшекер қостым. Сосын андай сгущенканың қалғаны болса, осыған қосып жіберсеңіздер, тіпті күшті болады кремге. Қараңыздаршы, өте қою. Мен кішкене ана сметананың суын төкіп тастаймын. Бетіне су болады, вот соны төкіп тастаңыздар, осындай әдемі қою крем шығады. Мінекей осындай әдемі торт шықты. Енді балаларға шайға беруге үйге.